Сәлем достар, Гүлзаттың каналына қош келдіңіздер. Бүгін кешкі шайға мен осындай әдемі дәмді аспен бөлісейін деп тұрмын. Ең бастысы бұл жерде ешқандай ашығанын күтпейсіздер. Бауырсақ тәріздес, тіске басар деп атаймыз енді. Біріншіден бізге осындай бір кеседен айранымыз керек. Дүкеннің айраны болсын, қолдың айраны болсын, пайдалана берсеңіздер болады. Айранымызды құйып аламыз. 2 жұмыртқамыз жуылған. 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап кетіңіздер. Бізге енді 1 шай қасықпен тұзымыз қажет. Енді осылай араластырып аламыз. Менде дүкеннің айраны. Араластырып алғаннан кейін 1 қасық қопсытқыш саламыз. Енді егерде сіздерде қопсытқыш болмайтын болса, пищевая сода дейміз, салсаңыздар болады. Енді тағы бір араластырып жіберейік. Енді әдемі жұмсақ үлпілдек болып дайын болады. Түскі шай болсын, бескі шай болсын, кешкі шай болсын, кез келген шайымызға дайындап, отбасыларыңызға дайындап жасап берсеңіздер болады. Міне 2 үлкен қасықпен қантымыз, ас қасықпен. Ал егерде сіздер қанты көп десеңіздер, онда 1 үлкен қасықпен немесе 1 шай қасықпен салсаңыздар болады. Енді бұл бауырсақ тәріздес болғандықтан менің үйдегі қыздарым да, жолдасым да кішкене тәттіні жақсы көреді. Сол себепті мен қантын 2 қасық қылып салдым. Енді бізге осындай көк жуа қажет. Үйлеріңізде сіздерде қандай бар, соны қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да болады. Енді мен әдемі қазір піскенде сән беретіндей болсын деп кішкене қосып жатырмын. Бұны да араластырып жіберемін. Енді бізде сырымыз осындай үкіштен өткізіп алдым. Үп-пісақ қылып өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын саламын. Егерде сыр болмаса, қоспасаңыздар да онымен, айранмен жасай берсеңіздер болады. Бірақ мен қосып жатырмын. Болса қосыңыздар. Әдемі ерекше дәм береді. Енді араластырамын. Міне осындай қоюлана бастады. Өздеріңіз көріп тұрғандай бір көрсетіп өтейін. Міне. Енді қазір осыған ұнымызды саламыз. Нанымызды жұмсақ қылып бұқтырасыздар. Себебі өте қатты болып кетсе де болмайды. Видеода қалай көрдіңіздер, солай жасасаңыздар негізі жақсы шығады. Міне осындай болып тұр. Енді ақырын ұнымызды сала бастаймыз. Мен мына жерде жай жобамен молырақ қылып 400 грамм алдым. Енді осылай бірінші араластырып аламын. Кішкене қоюлана бастағанда қолымызбен бұқтыратын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, тілектерін жазып жатқан жандарға алғысым шексіз. Сіздердің SMS-теріңізді оқып, мен шабыттанып жатырмын ғой, мені де қолдайтын жандар бар екен ғой деп. Қазағымыз тек қана бір-бірімізді қолдап, қорғап жүрейік дегім келеді. Екінші қайта ұнымызды салып алып, тағы бір араластырып алайық. Қазір жұмсақ қамырымыз пайда болады. Нанымыз бұққаннан кейін уже сковородкамызге сұйық майымызды құйып пісіруді бастаймыз. Ашығанын күтпейміз біріншіден. Екіншіден тез әрі жылдам дайындалатын тіске басарымыз. Сондықтан сіздер де описание бөлімінен қарап, рецепт бойынша жасап көріңіздер. Не өздеріңіз көріп тұрғандай қоюлана бастады. Тағы ұнымызды салып, енді осылай
араластырамыз. Енді қолымызбен басып жіберейік. Міне жұмсақ, әдем болып шығады. Өзі айран, жұмыртқамен көп нәрсе жасалады ғой өзі. Мен неге көбінесе мол қылтып алып қойуға тырысам, дүкенге шыққанда. Жобамен 400 грамм ұнымыздың барлығы кетейін деп тұрған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әлі бізде кішкене ұн салатындай болып тұр. Сол себепті ыдысымыздағы ұнды салып мұқтырамыз. Бірден ысып, тіліп пісіре беретін боламыз. Видеоны мұқият қарап өтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Күнде жаңа видеом шығып отырады. Бір емес бірнеше дәмді пирогтардың рецептері тұр, қалай жасалу жолымен, және бауырсақтың түрлері тұр. Дәмді астарымыз тұр, сондықтан бірге жасап көріңіздер дегім келеді. Енді бізде арасында сыр қосылғандықтан кішкене жұмсақтау болады. Қалған ұнымызды да салып жіберейік. Сонда бізде 400 грамм ұн кетіп тұр. Қыздарым үйреніп алған. Күнде мама бүгін кешкі асқа шайға не істейсің, тамаққа не істейсің деп менен сұрақ қояды. Кейде сол қыздарымның, жолдасымның заказы бойынша істеп жатамын асты. Міне, бізде қамырымыз дайын болып қалды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жақынырақ тағы бір көрсетемін. Ерекше оңай дайындалатын тіске басарымыз. Бірге жасап көруді ұмытпаңыз. Міне достар, біздің қамырымыз осылай дайын болды. Өте жұмсақ. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жақынырақ көрсетейін. Міне дәл осы рецептпен оңай жасалатын, сіз де үйден жасап көріп, кешкі шай болсын, түскі шай болсын, ұсынсаңыз отбасыңызға болады. Міне енді ұнымызды сеуіп алайық. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, нанымызды енді ақырын ғана ыса бастаймыз. Жүп-жұмсақ әдемі қамырымыз дайын болды. Майымызды қосып қойдық. Мен өзім ұннан жасалатын тағамдарды өте жақсы көремін. Нан бұқтырғанда, нан ысқанды, қамырмен бір нәрсе жасағанды кәдімгідей беріліп тұрып жасаймын ғой. Міне арасына қосқан жуаларымызды көріп тұрсыздар, қандай болып тұрған. Ерекше болып тұр. Қазір піскенде де әдемі болады. Өте жұқартпаймыз. Қамырымыз дайын. Енді ақырын тіле бастаймыз. Бісміллә деп нанымызды үшке бөліп алайық. Міне осылай болып тұр. Жақынырақ көрсетейін.
Міне қамырымыз осындай болып тұр. Арасын көрдіңіздер, сыры мен жуаны. Енді осылай ұзын шалап етіп тілетін боламыз. Таңғы асымызға да сырмен дайындаған астардың барлығы ерекше болады. Мен көбінесе алып қоюға тырысам, енді болып жатса сіздер қосыңыздар. Ал болмай жатса сырсыз да жасауға болады. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жасалу жолын көрдіңіздер. Бауырсағымызды мысалы ашығанын күтіп жатамыз, көбінесе дрожжмен ашытқымен ашытқанда. Дрожжсызда тез 15 минут, 10 минут, 20 минуттың ішінде дайындалатын бауырсақтарымыз бар. Бірақ бұл енді ерекше шайға тіске басарымыз болғандықтан жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Қазір піскенде орталарында көретін боласыздар, қалай екенін. Пісуіне де өте көп уақыт кетпейді, өздеріңіз көріп тұрғандай. Тез әрі жылдам дайындалады. Достар, міне бүгінгі менің дайындаған кешкі шайға осындай тіске басарымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет, ерекше болған. Қазір ортасының қалай піскенін және қандай болғанын көретін боламыз сіздермен бірге. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Бірге болыңыздар. Менің каналымдағы күндегі рецепттермен бөлісіп, жасап көруге тырысыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелуші қыз-келіншектер, бүгінгі дайындаған біздің кешкі шайымызға дайындаған тіске басарымыз дайын болды. Өте ерекше, дәмі деген керемет. Қазір ортасынан қалай піскенін сіздерге көрсететін боламын. Сіздер де дәл рецепт бойынша описание бөлімінен жазып алып, жасап көріңіз. Міне достар, қазір дәмін бірге көретін боламыз. Шахна, сен ұста. Ұста. Қане бірге көрейік. Ортасын қараңыздар, ерекше болған. Сырдың дәмі енді ерекше. Сондықтан бірге жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт бойынша мадан бері менің қыздарым пісіп жатқанда жеп жатыр. Жылап видео түсіртпей жатқаннан кейін қасым алдым. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.